Selam dostlar, sizlerмен болған мен Аружан. Сіздер сұрап жатқанша неғып ұзақ видео түсірмей кеттіңіз деп менің себептерім болды. Менің себептерім менің сабағым болды, жыбыларым, және көңіл-күйлерім болмады, тағы басқа себептер болды. Сондықтан мен видео түсіруге қолым тимеді. Қазір менің қолым тиді, сондықтан видео түсірейін дедім. Бүгінгі сериалымыз жоғалған ханшайым. Ал біз көп созбай сериалымызды бастайық. Так, тұрайын қой. Тұрдың ба? Иә. Онда келімізді ұстырайық. Мен алдымен душ қабылдап алайын. Туалетке шығып алайын. Мен киімді кесілейін. Ханшайым. Не болды? Танатты. Жарайды. Бүгін қандай киім киесіз? Мен бүгін осы киімді киінгім келіп тұр. Жарайды, ханшайым. Бүгін мені бояндыр. Жарайды. Бүгін шашыңызды қалай істеп берейін? Бүгін менің шашымды екіге өріп берін. Жарайды. Шашыңызды өріп берейін. Міне қаншайым шашыңызды өріп болдым. Енді міне қарайынаңыз. Рахмет. Қазір нақтырақ орнына қояйын. Ата-анам тұрды ма? Иә, және тұрып атқан. Ас үйге барайық. Қызым, тұрдың ба? Иә, анашым, тұрдым. Жарайды, ас үйге бәріміз барайық. Міне, бәрі дайын. Қызым, енді асыңды жақсылап ішіп ал. Иә, күшті боласың. Әрине, анашым. Мені сен кете бер. Жарайды. Енді бәрімізге ас болсын. Болдық. Қызым, біздің жұмыстарымыз бар, сондықтан біз сәл уақытқа бір жерге барамыз. Сен үйден шықпай, бөлмеңде отыратын бол, жарай ма? Жарайды, анашым. Ал біз кеттік. Қызметші, ал маған бір сот пен бір тіпті нәрсе әкеп берін. Жарайды.
міне. Рахмет. Мармелад. Күшті. Алло. Қалайсың, Джек? Иә, мен бірді өзәлім ханшайымда тұратын жерде жұмыс істеп жатырмын. Иә, бұл жақта бір жақсы, және мен бір қыз тауып алдым. Жаңағы ханшайымның қызы. Соны ұрлап кетсе қандай болады? Иә, оларға қызы өте қымбат. Даже 10 миллион беруге де дайын сияқты. Иә, онда ұрлап кетейік. Қашан ұрлап кетейін, қазір ата-анасы жоқ. Как раз жақсы. Қазірден ұрлап кете бер. Жарайды, қазір мен ханшайымды тауып алайын. Жарайды, бәрі сәтті өтсін. Жарайды. Біреу қарады ма? Жарайды. Енді ханшайымды табайын. Ханшайым, мен тез тауып қалуым керек. Қайда ол? Қайда кеткен? Бөлмесінде шығар. Жаңа ата-анасы бөлмесіне шықпа деп айтып отқан еді ғой. Бөлмесіне барып көрейін. Мен тез бір жерге тығылып қалуым керек. Мен қай жерге тығыламын? Мен ол бәрібір бір жерден тауып алады. Менің тығылатын жерім жоқ. Мына жерге тығылып қалсам ше. Жарайды, осы жерге тығылып қалайын. Қайда кеттің ажыннегі? Кішіп кеттің бәле. Сол бөлмесінде ау. Ханшайым дейм. Ханшайым, кел, менде кәмпит бар. Қара, міне, кәмпитка. Көріп тұрсың ба? Қайдасың? Тосын бесіп тұрсың ба? Ханшайым. Осы менің Джекпен сөйлесіп тұрғанымды естіп, менің қорқып тығылып қалған жоқ па? Мына жерді көрмедім ғой. Ханшайым. Сіз ұрысыз. Кім айтты мені ұры деп? Сіз ұры емессіз ба? Жоқ, мен ұры емеспін. Онда сіз және кіммен сөйлестіз? Мен жай бір досыммен ханшайым деген туралы ойнап жатқанмын. Сол телефонмен сөйлесіп ойнап жатқанмын ғой. Рас па? Иә, еще мен саған кәмпит екен. Онда мен қатесініппін. Иә, менен қорықпа. Ханшайым. Ау? Жүрші саған бір бәле айтамын. Не айтасыз? Мен ұрымын. Және де мен сені ұрлаймын. Құтқарыңыздар, үніңді жап дес. Достар, осымен жоғалған ханшайымның бірінші бөлімі аяқталды. Ал ұнаса видео, арнаға лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Біз видеомызды бітіреміз.